Сіз 5-ші олимпиадаңызда олимпиада жүлдегерін шығарып отырсыз, Иә, бәрін ұтты да, бірақ өзі чемпион бола алмай қалды. Неге сізді құрамадан шеттетті? Сөзбен айттым, ол маған сөз қайтады. Содан кейін мен сөз қайтадым, соны сөйтіп арасында боқты сөз де кетіп қалды. Демеудің Бішкектегі олимпиадаға іріктеу турниріне қатысу кезінде бола алмадыңыз, олимпиада кезінде бола алмадыңыз. Осы кезде сіз видео байланыспен жұмыс істедіңіз бе? Тек қана Демеумен ғана болған жоқ, ондай менің өмірімде өзі сондай, өзімнің өмірім. Демеудің олимпиадасынан кейін өзгерді ме? Қатаң сөгіспеп, тоқтатуға болады, сондай бір ескертіп сөйтіп қоюға болатын еді. Демеудің осындай мінез туралы, оны жаттықтыру сізге қаншалықты қиын болды дегендей? Құдайдың жәрдемімен әйтеуір былай түсіндіп, қанша ұрыстық, қанша неттік, біріміз көмей болды, бар кет деп те бәрі болды. Кішкене қатты кетіп қалам кейде болады. Алмат Кебіспаев 2014 жылғы Азия ойындарында кілемде есінен танып қалатын сәті. Соған қарамастан қайтадан оралып, қола жүлдені алып келген. Жағысынып кеткен кезде ол кәдімгідей морт сынған, алып тастаған. Бір секунд, 5 секунд даже точкаға қаратқызбай қатты қадағалап отырдым. Нұрбақыт пен Алмат арасында жақсы спаррингтер өткізіп, тіпті соңы төбелеске дейін жеткен кездер болды деп естідім мен. Қаншалықты рас? Аға, жақсы, сізге сәттілік тілеймін, Алматқа чемпиондық тілеймін деді де киімін жинап алды да кетіп қалды. Қайырлы күн достар, менің есімім Ақыр Сейтқазы, өзімнің жеке YouTube арнамда сіздерге спорт саласындағы танымал тұлғалармен сұхбаттар сериясын ұсынатын болам. Бүгінгі қонағымыз грек-рим күресінен Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушысы, Париж олимпиадасының жүлдегері Демеу Жадыраевтың және әлем біріншіліктерінің 5 дүркін жүлдегері Алмат Кебіспаевтың жеке бапкері Боранбек Қоңыратов. Боранбек ағай, қош келдіңіз. Рахмет, қош көрдіңіз. Жақында ғана Париж олимпиадасы аяқталды. Сіздің бапкер ретіндегі үлкен жетістігіңізбен аяқталған олимпиада ойындары. Осы ойындарда сіздің шәкіртіңіз күміс медальмен оралды, финалға шықты, араға қаншама уақыт салып. Осы олимпиададан кейін сіздің өміріңізде не өзгерді? Қош көрдік. Рахмет, осылай студияға шақырып, бізден сұхбат алып отырғаныңызға, елге танымал қылып жатсыздар. Көп рахмет, сіздерге сәттілік тілеймін. Ал енді мына сұрағыңызға, бұлай енді өзгеріс басында деген кезде олимпиадада екінші болды, содан кейін келдік, ел шулады, гүрілдеді, қуанды. Бұл деген енді спорт деген бұл без политика ғой, енді бұлай айтсаңыз, политикасыз әр азаматтың, әр адамның жүрегіне бір жеңіс деген бір сый береді, бір құрмет береді, бір кішкене жүрекке демалыс береді. Ондайды айтып жатқан мынау олимпиада деген ойыны, сондай ойын бұл әлем чемпионатынан қарағанда олимпиада деген ойыны 4 жылда бір рет болады. Оны спортты танитын, білетін де, білмейтін адамда арқасы қозады бұл олимпиада болған кезде. Өйткені ол 15 күн болып жатады, 15 күн телевизорда, газетте, барлық жерде спорттарды айтып жатқан кезде біздің қазақ бар ма екен деп, қай адам болсын, қандай салада болсын, наукада жүрген азаматтарды, мысалы, көбісі спортты түсінбейтін, білмейтін азаматтар болсын, азаматшалар болсын, қай адам болсын, жас баладан бастап кәрі шалға дейін біздің қазақ бар ма екен, біздің Қазақстаннан ту ойнады ма екен деген сияқты, ту көтерілді ма деген сияқты осындай бір ой туатты. Сол кезде Қазақстан ту көтеріліп тұрса, олардың жүрегіне бір кішкене рахат сезінеді, бар екен ғой деген деп. Яғни осы. Сондай олимпиадада енді екінші орын алып келдік. Аллахтың қалауымен шүкір Аллаға. Енді сол кезде біраз қуаныштар болды. Біраз күндер енді 1 айдай, 2 айдай деген сияқты марапаттар алдық елбасынан. Қабылдауында болдыңыздар? Қабылдауында болдық. Көп адамдар құттықтап жатты, көрген жерде, жүрген жерімізде құттықтап жатты, танып жатты. Сондай бір әсерде болдық. Содан кейін енді қазір қарапайым өзіміз жұмысымызбен қайталанып кеттік. Бүгін жұмысымызды атқарып жатырмыз бүгінгі күнде. Яғни Демеу тұғырдан түсті, қалған балуандар да жаттығуға кірісті. Сіздер де қалыпты өмірге оралдыңыздар. Қалыпты өмірге оралдық. Жаңа айтып отырсыз, осы адам олимпиададан кейін бір жүрек тынышталады медаль алғаннан кейін деп. Осы бапкер ретінде сіз осы олимпиада медаліне қанша жыл жүрдіңіз, қанша олимпиадалық циклды артта қалдырдыңыз? Бұны бұлай айтатын болсақ, бұны бала күнімізден біз, өзімнің бала күнімізден армандадық, жақсылық аға сияқты боламыз деп.
сондай дәрежеге жетеміз, олимпиада чемпионы боламыз деп сол бала күнімізден қойған бала арманымыз, өзіміз күрестік. Одан кейін жаттықтырушы болдық. Вот. Алғаш рет 2008-де апардыңыз, шәкіртіңіз? Өзіміз жетпеген жетістіктерге балаларымыз, оқушыларымыз жетсе екен деп сондай ниетпен, сондай пейілмен, сондай немен жұмыс істедік. Сондай жұмыс істедік. Балаларымыз енді жетіп жатыр, шығып жатыр. Аллаға шүкір, бар жерге жетіп бардық қой. Осы Демеудің олимпиадаға жүлдесіне дейін сіз бірнеше шәкіртіңізді жазғы ойындарға апардыңыз. Яғни осы медальді қанша олимпиадалық цикл күттіңіз сіз? Мен енді бұл медальді олимпиада ойынын әр олимпиадада күттім. Негізі ең бірінші оқушым Дархан Баяхметов Пекин олимпиадасына барды. 2008 жылы. 2008-де. Енді о жерге де мен тағы да түрлі себептермен өзімді баға алмай қалдым. Неше түрлі себептер болды. Қандай себептер деп сұрайын? Оны енді бұл жұмыс несімен ғой. Вот. Енді сондай себептермен баға алмай қалдым, түрлі себептермен. Дархан оқушым жақсы күресті. Ол кезде де ол финалда да енді біз ойлаймыз ғой, біз пенде болғаннан кейін ұтатын еді деп жүйтетін еді, бұл мен өзім бармай қалдым деген сияқты сондай нелер болды. Ол финалда сондай болды. Сондан кейін үшінші орынға да негізі ұтып тұрған жерінен төрешілердің енді шешіммен солай болып қалды. Оны күресші қауым жақсы біледі, қандай болды, қандай жағдай болған, ол жерде оның правиласында бәрін жақсы біледі. Сондықтан енді төрешілердің шешімімен Дархан ұтылды. Сонымен 5-ші орын алды. 3-ші орын алмай қалдық. Ол олимпиададан жіберіп қойдым. Алғашқы олимпиадаңыз, бапкер ретінде. Одан кейін 2009 жылы олимпиаданы енді ол жерде, бұл жерде былай ғой, көп бізде былай деп айтады да, спортсмендер 100% формаға кіру, формаға кірмей қалу, формадан асып кету деген нәрселер бар да, сондай есептер бар да. Бұл жерде функционалдық, бұлшық еттері, ойлау қабілеті, жылдамдық дейді, соның бәрін есептегенде ойладым мен Данияда қазір чемпион болады деп. Ол 2009 жылы Хернингте өткен әлем чемпионаты. Сол жақта бір керемет дайындықпен барды, жыпылдап тұрды, керемет мықты болып тұрды. Мен ондай көрмедім. Сонда қол шықпайтын жерден қол шығып кетіп отырды. Қол шығып кетті, шынтағы шығып кетті. Сонда жаңағыда айтады бізде, формаға кіріп кетті дейді, формадан асып кетті дейді, сондай нәрселер болады. Яғни бабынан асып кетеді, кетіп қалатын кездер болады, я болмаса жетпей қалатын, немесе төмен түсетін кездер болады. Кішкене ғана чуть-чуть жетпей тұрған дұрыс. Мен өзімнің ойымша кішкене чуть-чуть жетпей тұру керек екен. Сол жарыстың кезінде пісіп ары қарай толысып кетеді. Толысып кету керек екен, сондай екен. Содан кейін 2012 жылғы олимпиада ойындары. Одан кейін 2012-де оған енді Дархан Баяхметов дайындалды, Ербол Қоңыратов дайындалды, Алмат Кебесбаев дайындалды. Өзім жеке оқушыларым үшеуі жақсы дайындалды. Соның ішінен Дархан Баяхметов пен Алмат Кебесбаев барды. Енді Алматтікі енді сол жерде баға ашылды, бәрі келді. Еңбегі де келді, еңбегі де бәрі жақсы келді. 2009-да Москвада әлем чемпионатында 3-ші болды. 2010-да? 2010-да, иә. 2011-де Стамбул қаласында, Түркияда әлем чемпионатында күміс жүлдеге болды. Олимпиада 12-де уже олимпиадалық как. 5-ші орын алып қалды, ол? 5-ші орын алды, иә. Яғни екі олимпиадада шәкірттеріңіз жүлдеге бір қадам жерден тоқтаған екен, бір қадам жетпей тоқтаған. Одан кейін енді 2016 жылғы олимпиада ойындары бізге сол Алматтың Хамид Сорианды жеңгенмен есікте қалды ғой. Алмат медаль алмаса да, әлемнің ең мықты балуандарының бірін сондай соңғы ерлік не дейсің, бір нағыз күш көрсетіп жеңді ғой. Осы Алматтың Риодағы жекпе-жегі есіңізге орала ма? Осындай чемпионды ұтып тұрып жүлдесіз қалу? Енді Алмат туралы айтатын болсақ, Алмат өте еңбекқор, білімді, саналы бала. Барлық жағынан 8 қырлы бір сырлы дейді ғой. Әнді де жақсы айтады. Әнді де айтады, барлық жағынан айтады. Жаңағыдай ол өте керемет, мықты, жақсы оқушыларым ішінде. Маған онымен кішкене жеңілдеу болды жұмыс істеуім.
айтқанды бұлжатпайды, тау болады, өзі қуастап қосымша табады деген сияқты. Өзінің бір коронный әдістері бар, Енді ол коронный әдістердің бәрін сондай бар, әдістері бар ғой, көп қой, әдістері көп қой. Бұл жерде Алматтың енді таланттығы, даны, енді мықты қабылдау қасиеттері өте керемет жоғары болды да. Енді бұл жерде бап шаба ма, бақ шаба ма деген сияқты тоже осындай сөзге көп келеміз біз. Бұндай сөзге көп келеміз. Неге дегенде, оның еңбекқорлығы, оның жаңағы бүткіл қанша әлем чемпиондары бар, олимпиада чемпиондары бар, Азия чемпиондары бар, әлем чемпиондары жылда өзгеріп тұрады ғой. Солардың бәрін ұтты негізі Алматы. Бәрін ұтты. Қандай мықты бар, бәрін ұтты. Иә, бәрін ұтты. Бәрін ұтты да, бірақ өзі чемпион бола алмай қалды, өзі олимпиаданы нете алмай қалды. Шыңына жете алмай қалды. Шыңына жете алмады. Енді бұны не деп айтамыз енді? Қалай деп айтамыз? Бұны енді бақ дейміз. Спорт дейміз. Спортта бәрі бар. Бақ па бұл сонда соған байланысты дейміз. Тағды дейміз ба, бұны қалай деп айтсақ болады? Сонда қай сөз дұрыс келеді? Сондықтан ол Алматының енді тағдырына жазылғаны тек қана жаңағы 5 рет әлем біріншілігінде. Жаңа айтып отырған келесі, мысалы, бір жылдағы біреу чемпион болса, ол келесі жылы сол адам, мысалы, Болгария чемпион болса, келесі жылы ол үшінші орынға кіре алмайды. Тағы бір жылы, тағы бір Азербайжан кірсе, келесі жылы ол үшінші орынға кіре алмайды. Алмат 5 жыл, 7 жыл, 10 жыл, бәленбай жыл постоянно әлем чемпионатында тұрақты көрсеткіштер көрсетіп отырды. Бұл деген өте үлкен жетістік. Енді бүгінгі күнде Алматтың жетістігі 5 рет әлем чемпионатында жүлдеге болу деген ол тарихты жаңартты. Тарихтың өзінің ізін қалдырды. Тарихта өзінің ізін қалдырды. Жақсы. Енді одан кейін 2020 жылғы Токио олимпиадасына Демеуді апардыңыз, Демеу Жадыраев барды және 9-шы орын алды. Содан кейін 21 жыл өтті ғой әлемдік жағдайға байланысты Токио олимпиадасы. Сонда Бейжің, Лондон, Рио, Токио 4 олимпиададан өткізіп, сіз 5-ші олимпиадаңызда олимпиада жүлдегерін шығарып отырсыз, Осы уақытқа дейін сәл ғана жетпей, 2 олимпиадада Токиоға келсек, Токиоға да тоже Алмат пен Демеу екеуін дайындадым. Алмат пен Демеу екеуін дайындалды. Негізі енді спорттың өзінің несі бар да, ережелері бар. Сонан кейін Қазақстан құрама командасының аға жаттықтырушысы, бас бапкерлері, солардың шешімдері бар, кімді қалай қояды, қалай нететін. Сол жылы Қазақстанды Алмат ұтады, жақсы ұтып алады, Қазақстанды ұтады да. Ендігі келесі жарысы не болу керек болатын? Азияский континенттің Азия аймақтық іріктеу турнирі. Іріктеу турнирі болу керек болатын, сол Азия аймақтық. Соған қояды деп ойладық, біз соған жақсылап дайындалдық, өте мықты дайындалдық, өте жақсы күресті. Оған қойылмады, соның іріктеу несіне қойылмады, бірақ Азия чемпионатына қойды. Ең соңғы турнирге қойды. Соған қойды да, Азия чемпионатына қойды. Алматы өте жақсы керемет, жақсы жұмысын атқарды, жақсы күресіп берді, күміс алды. Одан кейін ең соңғысына қойды, енді ең соңғысына атамын. Француз балуаны ұтылды ау деймін. Француз балуаны кішкене бойы ұзындау болды, қатты. Аяқ қолдары ұзындау. Енді бір ыңғайсыз балуан болды. Енді дегенмен де ол біз ыңғайсызына қарамауымыз керек еді. Негізі дегенмен де ұтылдық. Сонымен Токиоға бара алмадық. Демеудің бағы жанып Токиоға барды. Оғанда мен ол олимпиадаға да бара алмадым. Жанында бола алмадық. Сіз тек қай олимпиадада болдыңыз сондағай? Мен Лондонда болдым и Риода болдым. Түсінікті. Енді осы Токио олимпиадасынан кейін, негізі Токио олимпиадасының қарсаңында 77 келіге Демеу олимпиадалық салмаққа ауысты ғой? Иә. Сын Токио олимпиадасын 9-шы орынмен аяқтады. Содан кейін осы Демеудің, осы қазір нағыз жұлдыз жанған шәкіртіңіз ғой енді қазіргі таңда. Демеудің олимпиадаға барар жолы шынымен оңай болған жоқ, Парижге. Өйткені Демеу әлем чемпионатында ұтылып қалды, жолдама үшін берілетін 5-ші орын арасында жекпе-жекте де ұтылды. Содан кейін ең соңғы моментте, ең соңғы сәтте Бішкектегі, ең соңғы емес, Түркияның алдында Бішкектегі Азия аймақтық іріктеу турнирінде жеңіп алды да олимпиадаға лицензияны.
Одан бөлек мен таңғалатыным Демеу 77 келде қандай да бір ірі жарыстарда медаль алған жоқ та, көп ауысқалы олимпиадалық салмаққа, иә. Бір Азия чемпионатынан ғана жүлде алды ғой деймін. Содан кейін бір ірі жарыстардан мен оның осы салмақта жүлде алғанын көрген жоқпын. Одан кейін Париж олимпиадасы. Енді осыған тоқталайықшы. Осы Париж олимпиадасында мен Демеудің жекпе-жектерінің барлығын көрдім, басынан бастап аяғына дейін. Біз сол жекпе-жекті енді біз кілемнің түбінде тұрып көрдік, сіз телевизордың түбінде тұрып көрдіңіз. Осы жағдайға себеп болды. Сіздің осы Париж олимпиадасына бара алмауына себеп болған жайтқа тоқталғым келіп тұр. Демеу туралы айтылғанда. Неге бармадыңыз олимпиадаға? Неге сізді құрамадан шеттетті? Мен ойлаймын, менің өзім ойымшашы. Бұл оған бармаған себебім, бармаған себебім негізі квота деген нәрсе бар. Квота. Вид спортқа, мысалы, мен басқа видтарды білмеймін, енді көп айта алмаймын олар туралы. Бізде, мысалы, спортта осы қанша олимпиадаға барып жатқан кезде жаттықтырушылардың көбісі жеке бапкерлер бара алмайды. Ол себебі квота деген нәрсе бар. Яғни бөлінеді, белгілі бір адамға. Екі адамға ғана беріледі. Бізге грек-рим күресінде 2 адамға беріледі. Сол квотаға байланысты мен енді Қазақстанның құрама командасының жаттықтырушысы емеспін. Жеке бапкермін. Сондықтан оған міндетті түрде аға бапкер мен бас бапкер екеуі барды. Солар барды, екеуі. Бірақ оған сіздің ұлттық құрамадан шеттетілгеніңіз әсер еткен жоқ па? Оған ба? Өйткені ағай? Өйткені, дұрыс айтасыз, енді мынау шеттету деген бұл жерде кішкене бір не болды. Олимпиаданың алдында біраз дайындық кезінде де дайындықты алып жаттық қой енді бәріміз. Жаттықтырушысы өзінің жеке оқушының жанында болады, дайындайды. Жаңа оның отырысы бар, жейтін тамағы бар, бәрін қадағалайды, ұйықтайтыны бар, жүретіні бар деген сияқты спарринг партнер дейді, соның бәрін қадағалап отырады, соның бәрін жасап отырамыз. Жеке бапкер деген сол. Бірақ сіз олимпиадаға іріктеуде Демеудің қасында бола алмадыңыз, иә? Бола алмаған себебім, оның 23 жастардың арасында Қазақстан чемпионаты болды, біріншілік болып жатты. Сол кезде мен кішкене төрешілердің шешімімен кішкене дұрыс қабылдамай, олардың шешімі дұрыс болмады. Содан кейін мен дұрыс қабылдамадым оларды. Олар дұрыс емес екен деп, мен де словесно дейді, сөзбен айттым. Кілжің болды, иә? Кілжің болды, сөз бойынша. Ол енді ондай кілжің барлық жерде бола береді, қай жерде болсын, қай салада болсын, бір-біріне өздерінің көзқарастарын, өздерінің несін айтады адамдар. Ол қандай жағдайда болсын, қандай салада болсын болады, өзінің көзқарасын айтатын. Мен сөзбен айттым, ол маған сөз қайтарды. Содан кейін мен сөз қайтардым, сөйтіп орындап. Төбелесіп кеткен жоқсыздар ма? Төбелескен жоқпыз, ондай қол жұмсау деген, қол жұмсау, тағы басқа ешқандай ондай нәрсе болған жоқ. Сөзбен сөз қайтарыстық. Арасында боқты сөз де кетіп қалды, неттік, сондай болды, сондай нәрселер. Яғни сіз төрешінің шешімімен келіспей сөзге келдіңіз, содан кейін сізді дисквалификацияға жіберді. Мені дисквалификацияға шеттетті. Енді шеттетті ол 31 декабрьге дейін деп шешім қабылдады. Осы жылдың декабрьдің 31-іне дейін деп. Енді бұл шешім енді... Демеудің олимпиадасынан кейін өзгерді ма? Жоқ, өзгерген жоқ, әлі сол қалпы тұр. Ешқандай өзгеріс жоқ. Енді олар приказ шықты, не шықты, ол шешім өзгерілмейді ғой. Соңына дейін. Болады ғой уже. Мен оған қатты нет, басында кішкене қатты сасқалақтадым, деймін, айтам, ашуландым. Неге олар ондай нәрсе істейді, бұл қандай кезде де болса да, қандай салада болсын, жұмыс бабымен ұрыс кесіп болады. Бірақ енді қол жұмсалған, тағысы басқадай нәрсе болған жоқ қой, ондай нәрсе. Бұл жерде жаңағындай строгий выговор дейді. Қатаң сөгіс беріп тоқтатуға болады, сондай бір ескертіп беріп сөйтіп қоюға болатын еді. Ондай нәрседе неге бұлар сондай шешім қабылдады деп кішкене ашуландым да, содан кейін. Одан кейін енді біз енді бір Құдайға сенетін адамбыз, Құдайдың өзіне тапсырдық. Өзіне тапсырдым да болды. Ол кезде Демеу де әлі олимпиадаға жолдама алмаған етін, иә? Яғни сонда сіз Демеудің Бішкектегі олимпиадаға іріктеу турниріне қатысу кезінде бола алмадыңыз, олимпиада кезінде бола алмадыңыз. Осы кезде сіз видео байланыспен жұмыс істедіңіз ба? Иә, видео байланыспен жұмыс істеймін. Кездесіп тұрамын, барып тұрамын, кездесіп тұрамын. Өзі шығып тұрады, ол шығады, келеді,
екеуміз осындай жерде кездесеміз. Сосын отырамыз, шай ішеміз. Көптеген видеолар бар. Мысалы, шет елде жүрген кезде қаншадан сапиеңіктерін түсіріп болады да, қарсыластан жаңа Азербайжанның несін, солардың бәрін, Ақжолдың видеоларын түсіреміз де. Ол маған жібереді, мен оған жіберемін. Осылай. Содан кейін зияным тиіп кетпесін деп, бірақ олар жатқан базаға шыққандағы кірмедім. Ертең маған зиян тиіп кетпесін, бұны әлі неткен жоқ, олимпиада басталған жоқ қой. Вот сондай әлі телефонымда өткіз видеолардың бәрі. Сонда жеке бапкері балаттарақ сөйтіп айналшықтап жүрген екенсіз. Айналшықтап, мен ол тек қана демеймен ғана болған жоқ, ондай менің өмірімде сондай, өзімнің өмірім сондай, жолым ауырма, осындай үшін. Мүмкін біреулерге ұнамайтын шығарсыз. Жоқ, ондай осылай бола қиын болған сайын мен күшейе беремін, қиын болады. Оларға да рахметімді айтамын. Егер мен жолым жеңіл болса, мен босап қаламын едім, ойлау қабілетім төмендеп кетемін еді. Ал енді бұл жерден амалын тауып, дайындауды, шығаруды, ойлайсың, қалай істеймін, қалай етемін деп деген сияқты ойлау қабілетімді күшейді. Сондай шешім қабылдап жатқан оларға да рахмет. Сізді одан әрі қамшылап жатырмыз. Одан сайын қамшылады жұмыс істеуге. Тек қана демеумен де болған жоқ, бұл Дақанмен де, Алматымен де, қазір міне Ербол ба, Камалиев, ол жас ба, олардың бәрі қазір көріп отыр, оларды жас балалар ғой, оларға да айтамын. Көрдім, алдындағы ағаларыңмен де осылай болған, міне сендермен де солай болып жатыр. Мықты болыңдар, бұндай адамдар, бұндай нәрсе кедергі болып тұрып жатса, сендердің ойлау қабілеттерің жақсы болады, жұмыс істеу қабілеттерің жақсы болады. Сендерді қамшылайды бұл тағдыр, Құдайдың ісі, мықты болу керек деген сияқты. Енді үнемі осындай қиындықпен, үнемі осындай бір аяқтан шалумен жүргенде оңай емес қой. Неге, қалай ойлайсыз, неге сіздің басыңызда бұл жағдайлар болады? Неге сізге үнемі осындай олимпиадаға бара алмай қаласыз, шәкіртіңізді алыстан дайындайсыз? Мен білмеймін, оны сіз қазір неге деген сұрақ қойып отырсыз, неге деген нәрсеге мен қалай жауап беремін? Қанша мысалы мықты кісілер бар, дүние жүзіне танылған, біздің мемлекетте болсын, басқа мемлекетте болсын, енді бәрінің бір деп аттарын айтып жатпаймын, ол кісілердің бәрінің өмірлері өте қиын болды, осындай жаңағындай кедергілермен, бірақ солардың бәрі сол кедергілерді шешіп, кедергілерден өтіп, өздерінің аттары тарихта жазылып қалды. Әлем спортының тарихында. Әлем спортының болсын, басқа салада болсын, тарихта жазылып жатыр аттары. Ештеңе оңай келмейді. Еш нәрсе оңай келмейді, сондықтан бұндай нәрсеге мен қатты басымды қайғырмаймын да. Болды, кішкене жүкең кетеді, қайтадан басына есетіп аласың да, қайтадан жиналып аласың да, соны қалай жұмыс істеп, қалай шешу керек бұл вопросты деп. Ол шешкенде жаңағыда қандай шешу керек? Кедергі жасап жатқан адамдармен қатынастан шешу емес. Өзім жұмысымды қалай шешемін. Шәкірттеріңіз дайындау арқылы дәлелдеп, дәлелдеп, сөйтіп қана сондай нәрседе, осындай мінезім бар, осындай не қайтпас. Аға, енді мына демеу туралы әңгіме болып жатыр. Сол демеудің тағы бір жағдайда есімде тұрған, көз алдымда болған жағдайда айтқым келіп тұр. Демеу Жадыраевтың олимпиада ойындарының финалында ұтылғаннан кейін өте қатты, біз микс-зонада тұрдық, мен сол олимпиада болдым. Демеу өте қатты, бір ешкімді көрмей, масқара бір ұнжырғасы түсіп, қандай бір өзінің жеңілгеніне сене алмай, айналасында көрмей, ешкімді танымай, бір кейбір біздің таныс қыздарын өзін ол танымай қалып, әдетте көріп жүрген қызын бір сондай жағдай болды. Яғни көзі бізге қарап тұр, бірақ бір бізді көріп тұрған жоқ та. Бір сондай кілемнен солай бұлқынып түсті. Енді мен бұны ойладым, осы жеңілгенін қабылдай алмай тұрған, қолда тұрған олимпиаданың алтынын айырылып қалған адамның күйі осындай болады деп ұқтым. Ал сіз бапкер ретінде не айтасыз жалпы демеудің осындай мінез туралы, оны жаттықтыру сізге қаншалықты қиын болды дегендей? Демеуде ондай бар. Ол енді жас күннен ол видимо сондай бір қолынан келмей қалған, істеп тұрған нәрсесі шықпай қалған кезде, әлде оған осқан кезде, мен абырышынан осқан кезде, уже түсініп алдым ғой, бәленбай жыл болды ғой, 17 жыл, 18 жыл болды. Басында мен мысалы түсінбейтін көп. Айтсам түсінбейді. Түсінбейтін болғанда енді, ойды түсініпті, иә дейді, бірақ істеген нәрсені істегені басқадай болады. Содан мен осып айтамын, содан кейін скакалкамен татып жіберіп айтамын, ол одан сайын сөйтсем, ол одан сайын нетіп қалады екен де, жаңағындай қатып қалады екен. Жаңа сіз айтқандай жанды адам тұрғанын көрмей қалады екен. Сондай нелер бар, ол мінез бойындағы сондай бар. Бұл сізге қиындық тудырды ма? Бұл қиындық тудырды маған бала кезінен. Соны біз Құдайдың жәрдемімен әйтеуір бұлай түсіндіп,
в общем дінмен де, өнермен де, әншілермен де, в общем политиктердің несімен бәрімен әкеп түсіндіріп кішкене Бетін бері қараттыңыз. беті бері қарады ғой. Жақсы, өте қиын болды. Яғни салыстырмалы түрде жаңағы Алматыда айтып отырса, Алматы айтқанымды қағып алады, өте сондай жұмыс істеу жайлы болды деп. Иә, онымен жайлы болды. Өйткені Алматымен жайлы болған себебім жаңағы ол мені айтады ғой, тандем деп айтады ғой, жаттықтырушысы мен тренер екеуі, біз екеуміз кілемнің үстінде залда жаңада былай өмірде тандем. Мен не ойлап тұрғанымды ол түсінеді. Ал демеуде ондай. Ол демеуде сондай сол жағы кішкене қиындау болды. Бертін келіп бүгінгі күнде қазір енді жақсы. Ол бас кезінде солай болды, қиындау болды. Содан кейін қанша ұрыстық, қанша неттік, қанша бір-біріміз көрмей болды. Кет деп те бәрі болды. Қайта айланып келдік, қайта қосыламыз, қайта нетеміз, сөйтіп. Бұл да өзінің демеудің бұл жерде маған шыдамдылығы, оның менің мінезіме көнгендігі, өзінің көмістілігімен, өзінің бойындағы жақсы қасиет, кешімділігімен. Мен де кішкене қаталдам, қатты кетіп қалам кейде болады, өзім білем. Сөйтіп тауып алдым мен оның мінезін бәрін, қай жерінің кілтін таптым ғой. Ол мен қатты болайын деп қатты болған жоқ оған. Түрлі методтарды қолданасың ғой. Қатты боласың, жұмсақ боласың, ақылды боласың, білімді боласың, тағы да басқа методикаларды қолданып, соны жаңа айтып кілтін таптым ғой. Соны кілтін таптым. Бүгінгі күнде міне демеудің қай жаста болсын, единственный бір нәрсе таппай тұрғаным сол алтынға ғана. Ол маған кажется өзі сол алтынды алмайтын өзі ғой деймін. Менің өзім ойынша. Өйткені мүмкін емес, ол қандай жас болсын, екінші орын алады, алтынды алмайды. Ұтып тұрған несін алмайды. Аяйма қарсыласын не істейді? Вот бұл қасиеті действительно бар бұда. Бұл үшін де қанша мен алыстым. Ол аяйды, қарсыласын аяйды. Менде болса, жанындағы адамда да болса екен деген сондай қасиеті бар, сондай мінезі бар. Кең жігіт. Кең жігіт. Менде емес, тек қана жанындағы адамда болсыншы, менде екінші жүрінші деген сондай бір несі бар да, бойында сондай бір жақсы қасиет бар. Ол да жақсы қасиет бар. Енді бұл спорт қой, енді спорт болғаннан кейін. Сондай кездері болды ма, мысалы қарсыластарын аяп, алтынды беріп қойған кездері демеу жатыр? Енді мен демеуді өте жақсы білем ғой, енді бала жас күннен бастап тәрбиеледім, мектептен кейін. Қанша жастың бәрінде, ол тек қана Қазақстанда ғана бірінші орын алды, қалған бәрін чемпионат, әскери чемпионатта, әлем чемпионатында екінші, студенттер арасында екінші, Азия чемпионатында екінші, әлем чемпионатында екінші, олимпиада екінші. Ол бірінші орын алып. Ана бокста Әділбек Ниязымбетов бар ғой, бәріне күміс алып, күміспек деп кетіп еді ғой. Иә, күміспек. Біздің күресте де сондай күміспегіміз бар екен. Ол алып жаттықтыруда да сондай кейде болады, мысалы баланы отырып жатады, жақсы жұмыс істеп жатады, жақсы жұмыс істеп жатады, бірақ обязательно несін беріп қояды. Содан кейін мен ашуланамын. Неге бересің, неге соңына дейін бітірмейсің, неге осылай жеңіп, осымен жаттығуды осылай аяқтамайсың. Сол кезде басында ағай, ол маған ренжіп қалады ғой, егер етсе дейді. Содан кейін ертең мен жұмыс істемей қояды ғой дейді. Спаррингке шықпай қояды. Қайда шықпайды емес, шығады, содан жұмыс істейді, спарринг болады, ол партнер болады, тұрады, бәрін етеді деп. Ой, қанша осыда болды, қанша не болды, түсіндік. Вроде бы түсінеді, содан кейін қайтадан түсінбей қояды. Сөйтіп олимпиаданың күмісіне жеттік. Күмісіне жеттік, иә. Осы олимпиададағы демеудің... Олимпиада кезінде енді түнде содан кейін выходта не деген шықты, ертең ол финалда болу керек. Шыққаннан кейін ол маған звондады. Түннің бір уақыты болатын. Екеуміз сөйлестік, бір сағаттай сөйлестік. Екеуміз көп ана жерін айттым, мына жерін айттық, мынаны айттық, мынаған мән бер деп. Екеуміз сөйлесіп, настроениесі қалай, ана мынау жақсы. Содан кейін ертең күндіз ұйықтап аласың, ничего, жақсы болады, ұйықтап аласың, ұйқыңды қандай аласың деп. Содан кейін осындай сағатта, осындай моментте 15 минут ұйықтап алсаң, сол жетеді деп. Соны бәрін айттым, жаңа жұмысты қалай қолдан бастау керек, на кистях работа, на кистях дейді, на руках дейді, давление, полшага деген нәрселер бар сондай. И сонымен жұмыс істейсің, осылай жұмыс істейсің. Жаңа бірінші минуттан бастап, бірінші секундтан бастап жақсы жұмыс істеді, 2 балын алды, жақсы келе жатыр. Ана 30 секундқа келген кезде шыға салды. Білмеймін. Мен уже түсініп қойдым ол.
ұтылатын, де уже кілемге ана 30 секундтан кейін кілемнің ортасына кетіп бара жатқан кезде ай әттең ай дедім, айтатынымды айттым, телевизорға бірақ телевизордан ол естімеді. То ли секундта ананың несіне захватына кіріп кетті, болды. Сол жерде түсіндім оны уже. Кілемнің ортасына кетіп бара жатқанда уже сол кезде мысалы бүйтіп аттең ай дейсің, аттең тоның келте сай дейсің, енді мен болсам енді осы уақыт қанша жаста да секунд деп айтып жүрмін ғой, енді жанында болып жүрмін, үлгеремін да айтып, түзетіп үлгеремін. Қасында болмағаныңыздың әсері. Қазір қасында болмай қалдым деп өз-өзімді кейде бүйтіп нетесің, ойлайсың дегенмен де бұның бәрі бір Құдайдың несі ғой. Тағдырында солай жазылған, солай болу керек, значит, солай болу керек болатын. Менің тағдырымда осылай жазылған болғанда, значит. Яғни солай болу керек болып тұр. Сол демеудің өзі финалдан кейін айтқан есімде қалыпты. Мен алғашқы 2 ұпайды алуға дайын емес болдым. Өзім 2 ұпайды алып алғаныма таңға қалдым деп. Өйткені мен олай жоспарламап едім деп. Сонда біздің балуандарда әлі солай маңызды кездесулерде осылай белдесуді өз қолына алу деген нәрсе әлі дұрыс болмай жатыр ма? Бұл деген әлде психология? Жоқ, ол психология емес, бұл жерде болады мынандай тактика деген нәрсе болады. Тактика деген нәрсе болады. Оны ар кезде берсең, жаңа психика, психология дейді. Иә. Түбі сол жақта жатыр дейсіз. Түбі сол жаққа келіп тіреледі. Болды содан кейін. Бұл жерде не туралы, психика, психология туралы сөйлесу үшін бізге 24 сағат керек те, бұл жағын айтатын. Аздық етеді, иә. Қысқа нәрсемен айтып нете алмайсың, оны дәлелдеп, іс жүзінде қазір іспен көрсетуім керек, немен көрсетуім керек, соның бәрін түсіндіруім керек те. Оның көптеген түрлері жатады оның ішінде ар жағында. Түсінікті. Осы демеудің финалдағы қарсыласы жапондық жігіт осы биылғы маусымда ғана көрінді. Осы кеше Азия чемпионатында Ақжолды жеңіп кетті, кейін Олимпиададан өтіп кетті. Былай қарағанда жаңа жабын астында ұстады ма, әлде жас жігіт па? Сіздер олмен бұрын білет кездескен, иә? Иә, білет кездескен, мен көргенмін, онымен сондай бір керемет мықты не деп қабылдамадым. Мен де оны сөйтіп қабылдаған жоқпын, ол сондай бір керемет мықты деп. Вот бағана айтып кеткенде, Алматы туралы айтып кеткенде, Алматыда айтып отырмын, жаңағыдай бәленбай стабильность деген нәрсе бар, сол стабильності мықты болды да, қалған чемпиондардың бәрі жарқ етеді, кетіп қалады, жарқ етеді, кетіп қалады. Сол сияқты бұл балада жарқ етіп шықты да, японец. Енді ары қарай көреміз енді. Ал енді оның оған дейін ең мықты соперниктен жаңағы Ақжол, содан кейін Азербайжан жігіті, содан кейін Венгр жігіті бар. Мықты балалар болды. Олардың бәрі мені демеудің жанында болды ғой, демеудің тобында болды, иә. Осы Ақжолды жаңағы, осы салмақтың ең атақты спортшысы ғой, енді 77 келідегі. Осы акула деп те айтып жатады ғой. Лақап аты бар екен. Сол Ақжолмен шығардың алдында не ойладыңыз, не нұсқау бердіңіз, жеңетініне сендіңіз ба? Сендім, потому что ол туралы көп сөйлестік біз. Көп сөйлескенбіз ол туралы. Оның психологиясында да, оның жаңа тактикасында да, техникасында да, қай кезде қалай өзгеретінін, қай кезде өзін-өзі қамшылайтынын, Ақжолдың қай моментте, қандай ситуацияда өте жақсы білдік біз. Азербайжанда жақсы білдік. Олардың бәрі менің телефонымда видеосы әлі жатыр. Отырамыз, ашып қоямыз, талқылаймыз. Содан кейін басқа жағдайда, басқа жарыстарда, басқа түнек жағдайларда бәрін осылай талқылап, әбден уже үйреніп біліп алдық. Ол не ойлап, не қояды, қандай шешім қабылдайтынын, қай секундта, қай минутта қандай шешім қабылдайтынын бәрін өте жақсы білдік. Олар бізді білді, біз оларды білдік. Сондықтан осындай дәрежеге жеттік. Түсінікті, жақсы. Енді қазір демеу спортты Олимпиададан кейін жалғастырамын дей ма? Не айтып жатыр? Қандай шешім қабылдады? Жалғастырады. Мен онымен сөйлестім. Осы басында деп келген кезде Олимпиада көп сөйлескен жоқ. Соның бертін келе сөйлестім. Айттым. Демек осы балалар келесі жылы әлем чемпионатына көсетін балалардың бәрі, қарсыластардың бәрі осы. Осы жігіттер, осы балалар уже. Осы құрам. Иә, осы құрама. Сондықтан бағымызды бір тағысынап көруіміз керек. Қазір әлем чемпионатына. Егер әлем чемпионатында ол жерде жақсы болып, чемпион болып отырып жатсақ. Содан кейін аппетит приедет келеді дейді ғой.
келесі әлем чемпионатын ұтып жатырсақ деген, ұтсақ деген мақсат. Қазір мақсат бізде әлем чемпионатын ұту келесі жылы. Вот сондықтан осы декабрьден бастап қазір профессионально қайтадан кіреміз. Қазір де жасап жүр ғой, былай жаттығуын жасап жүр, но дегенмен де уже шындап қайтадан бабына кіруге тырысады, Ағайын, сіздің шәкірттеріңіз туралы айтқанда бағана Алматыда көп атап өттік қой. Енді Қазақстанның грек-рим күресінде осы соңғы жылдары ұзақ уақыт бойы күресіп келе жатқан бірден бір балуан, оның үстіне жай ғана күреспей, тұрақты түрде әлем біріншіліктерінен, Азия чемпионаттарынан, Азия ойындарынан жүлде алып жүр. 2 Азия ойындарында жүлдегерлікте, Инчхонда, содан кейін Жакартада. Осы Алмат Кебісбаев туралы сізден сұрағанда осы жағдайды бір ойымда жүрген нәрсе бар. Оның 2014 жылғы Азия ойындарында кілемде есінен танып қалатын сәті. Соған қарамастан қайтадан оралып, қола жүлдені алып келгені. Енді ол күрес шынымен де өте қауіпті спорт түрлері біріне жатады ғой, енді қанша дегенмен оңай емес, кілемде арпалысу. Осы Азия ойындарында сіз қасында болдыңыз, жалпы сол кезде не болды, және Алматыда қалай сондай жағдайдан кейін кілемге қалпына келтіріп оралттыңыздар? Ол былай қарағанда үлкен, енді қатты есінен танып қалу, бір үлкен бокста нокаут сияқты бір адамдарға әсер етеді ғой. Осы жағдай туралы еске алып көрейікші. Енді ол кезде ешкім ойламайды ғой, ондай танып алам деп, нетем деп, жаттығу жасайды. Размекім жасап шықтық. Енді анау қарсыласы әлем чемпионы болды, мықты болды, жақсы кореец болды. Кореялық спортсмен болды, өте керемет мықты. Ну енді біздің Алматыда бекер емес, ол да бекер емес. Енді бұл жерде сондай бір не болды, енді жағдай болып қалды да, неудача дей ма, не дейді? Сәтсіз болып, сәтсіздік болып, Алматының жағы сынып кетті. Алматының жағы сынып кетті де, ол былай айтқанда терең нокаут алды. Өте керемет терең нокаут алып қалды. Бірнеше секунд соғысып жатып қалды ғой кілемде. Содан кейін өте керемет қиын нокаут алды. Одан кейін жаңағы раздевалочный не дейді ғой, бөлме. Өзіміздің нететін жаттығу бөлмеден сол жаққа бардық. Сол жаққа барғанда да уже қайта есінен таңқап. Мен қатты қорықтым, бірақ ондай қатына есінен тандыруға мәжбүр етпедім. Бұл жерде мен бүйтіп өзім ойлаймын да, ол жерде менде бір ақ болды, есінен таңып қала ма, есінен таңқып, последствия қиын болып кете ма деп. Мен уже байқап отырмын, оны қарап отырмын, бір точкаға қарап баса, сразу есін жинатып аламын. Ол сөйлейді, бір точка кетіп барса, точкаға қарап көп отырғызбадым. Есін жинатып отырмын, бетіне су шашып жіберемін, тағы бірдеме істеймін, осып жіберемін, дауысымды көтеремін, есін жинап алады. Дәл сол моментте жанымызда кім болды? Чабанбай дейтін олимпиада призері болды. Дәулет Чабанбай болды. Содан кейін кім? Дәулет Ниязбек. Әлем чемпионы жүлдегері. Ол да бүйтіп қарап бақылап отырды, екеуі болды да, екеуі мен қалай алысқанымды бәрін екеуі жақсы біледі. Қалай сол моментте кімді Алматыға есінен таңдатпай, жібертпей, бір точкаға қаратпай көп алыстым, 2 сағат, 3 сағат алыстым. Сөйтіп барып, есін жинап алды. Қолаға күресеміз екеуміз шешім қабылдадық, бардық, қол қойып бердім, ол да қойды, мен де қойдым. Шешім қабылдадық та, барамыз, күресеміз. Енді бекер келдік па деп. Ол моментте соның жағы сынғанын әлі білмейміз, нетпейміз. Ет қызуымен де білмейді, дегенмен де сонымен шықтық. 3 сағаттан кейін шықтық қой. Шықты, барды, ұтты. Автоматпен көрісіп шықты, автоматпен. Өзінің несімен, мінезімен, өзінің несімен, есін білмейді, шындайса, есін білмейді, соны шыққаннан кейін, ағай, мен көрсем дейді, болды, бітті десем, бітті ма дейді, ұттың ба дейді, ұттың дедім. Сонда қола медаль алып тұрған кезде де әлі түсінбейді. Түсінбейді, жаңа айттым, автоматпен дегенде, автоматический сондай көрісіп шықты. Екпінмен, өзінің мінезімен, несімен, 3-ші орын алды, кеттік. Оған жанында жүрдім, 5 секунд даже точкаға қаратқызбай қатты қадағалап отырдым. Мені жіберді, қарап отырдым, 1 сағат өтті, 2 сағат өтті, бір точкаға қарап, думкаға кетіп қалмайды, ана ойланып кетпейді, ойға кетіп қалмайды. Менің мақсатым сол болды, соған істету керек, солай істету керек. Кетіп қалмау керек.
точкаға қарап ойға кіріп кетпеу керек. Сондай мен соны өзім сол жағын қатты жұмыс істедім. Сол жағын жақсы жұмыс істедім. Сол жағына қатты мән бердім. И бүгінгі күнде қуанам, что ода барлық жақсы, уже денсаулығы да жақсы. Сол жағдайдан кейін қалыпқа келу ұзаққа созылды ма? Одан кейін келді, келгеннен кейін федерация сол кезде өте қатты көмегін берді, операциясын бәрін төлеп берді, жатқызды, бәрін жақсы көмегін берді. Алматыда операция жасады. Жағы сынып кеткен екен. Жағы сынып кеткен кезде ол кәдімгідей морт сынған, алып тастаған. Жағы осындай сүйек, мына жақ бүйтіп тұрады ғой, осында келіп тұрады, екіге келіп тұрады. Сонда осынша сүйегім бір керемет үлкен сүйек сынған екен. Сонысын алып тастады. Жанында болдық, жақсы. Одан кейін де әлем чемпионы болды. Одан кейін қаншама жарысқа қатысты? Жарысқа қатысты, қанша нені ұтты. Жақсы. Бүгінгі күнде ондай кездескен сайын бүйтіп байқап қоямын. Былай ешқайсы несін байқамаймын. Отклонение дейді, не деген нәрсе сияқты. Бәрі қалпында, қалпында. Жалпы осы Алматының 2019 жыл мен өзімнің ойым, өзім спортты бақылап жүретін болғандықтан 2019 Алматы 63 келіде күресте, яғни олимпиадалық салмақ емес. Сол әлем чемпионаты негізі олимпиадаға іріктеу турнирлерінің бірі болды ғой. Иә. Сонда егер 67-ге күресу мүмкіндігі болмады ма Алматыда, әлде Алматыға сондай тапсырма келді ма, осы 63 келіде медаль болу керек деген? Енді негізі біз Алматы екеуміз шешкен, мені көп Қазақстан құрама командасына жолатпайды. Осы сұрақ мен мазалайды. Неге сіз жолатпайсыз? Кімге ұнамайсыз? 19 жылда да, 17 жылда да, жаңағы 17 жылда да сол нетпейді, жолатпайды. Бұның енді Қазақстанның құрама командасының бапкерлері, аға бапкерлері солар шешім қабылдайды ғой негізі. Шешім солар қабылдайды дейді, сондықтан солар одан кейін федерация президенттері бар, федерация секретары бар деген сол федерациялар үшін. Ол жерде де біз телефонмен ғана сөйлесіп, былай кездесіп, 67-ге көрсем деп жүрген, аяқ астынан 63-ге көрсет деп мені көріп, көрсетім болды маған. Не дейді, медаль керек деп айтты, бізге 63-тен кетіп. Мен айтым, сен 67-ге өттің емес пе, енді болды емес пе десек. Содан кейін сөйтіп аяқ астынан 63-ге көрсетеді. Барды, үшінші орын алды 2019-да жаңағы. Қола медаль алды, елімізде өткен. Иә. Сонда бүйтіп, білмеймін енді общем, бұлардың. Яғни жеке бапкеріңмен ақылдаспай, шәкіртін солай басқа салмақ дәрежесіне түсіре салу оңай ма сонда? Солай болып та ғой, солай болып та. Бұл бас бапкерлердің амалдары, бас бапкерлердің істеп жатқан шешімдері солай болады. Олар шешімді солар қабылдайды, содан кейін бұлар да өкіметтің алдында, мемлекеттің алдында солар жауапкер солар ғой, сондықтан солардың шешімдері солай болды. Дұрыс шығар деп ойлаймын. Енді оны дұрыс емес шығар деп ойлаймын. Күрес сүйер қауым, күресті білетін адамдар оны жақсы біледі да, бұл жақын. Осы Алмат Кебіспаевтың жаңадан шығып жатырған кезде бізде Нұрбақыт Теңізбаев сол салмақтың үздігі болды. Кейін естісем, біраз адамдардан естідім, сіз сол жаттығуда өте қатал қарайды екенсіз. Сол Алматты сол Ербол Қоңыратовтың, Нұрбақыт Теңізбаевтардың қатарына ілестіру үшін көп қамшылаған екенсіз. Осы Нұрбақыт пен Алмат арасында жақсы спаррингтер өткізіп, тіпті соңы төбелеске дейін жеткен кездер болды деп естідім мен. Қаншалықты рас? Жалпы осы Алматты, Нұрбақыт Теңізбаев және Ербол Қоңыратов үшеуінің арасындағы бәсекелестік қалай өрбіді? Нұрбақыт өте білімді, өте ақылды, өте иманды, өте батырлық, бүткіл қасиет бойына Аллах тағала берген Нұрбақытты. Құдай берген. Оны ақылында, білімінде, мінезінде бәрін еткен. Жаңағындай төбелеске жеткен дегенде ондай нәрседе араларында болған жоқ. Кім екеуі бір класста оқыды, Ербол екеуі, Қоңыратов екеуі. Ерболдың мінезі өте жұмсақ. Ербол кімнен Нұрбақыттан аса алмайды, Нұрбақыттың мысы басып тұрады. Всегда ол қандай жағдайда болсын, Нұрбақыт Ерболды тұтады. Мен айтады ғой, мыс басып тұрады, не басып тұрады, өзінің мінезімен, деңгейі, мінезімен. Да, Ерболда болса емес, Ерболда жұмсақтылығы бар да, ол Нұрбақытқа шыға алмайды, алдына шыға алмайды.
шыға алмайды. Былай қанша жаттықтырсаң да, қанша үйретсең де, қанша енсең де, ол ішкі дүние сондай болады да, адамда ішкі дүниесі болады, нобақтың алдына шыға алмайды ол. Оның бәрін көптім, бәрін байқап отырмыз. Ал Алмат жас болды. Жасы да кіші, оладан 3 жас па, 4 жас па, сондай кішілігі бар. Алмат қызуғанды, ол алам дейді. Мен оған айтам, алмайсың. Жай түнекінің өзінде бір бал ұтылып отырасың. Ылғи нобақтқа бір бал. Кросс жүгірсек те, жүгіретін болса да, жүгірсе де нобақтан озбайсың. Біліптім бұл деген, бұны жаңағыда қамшылау керек. Бұны ұстап отыр, аттың басын ұстап отыр ғой, сол сияқты солай қатты көп ұсты. 3 жыл, 4 жылдай ма солай ұстап отырмын, 5 жылдай ма солай ұстап отырмын, 4 жылдай. Алматыда, иә. Өйткені ол одан сайын мен оны алмайсың, нетпейсің деп. Жеңілесің деген. Жоқ, бір балған ұтылып отырасың. Бір бал ұтылып отырасың, постоянно ұтылып отырасың деген осындай принцип ұстап отырдым. Одан сайын ашулана берді, ашулана көптім, іш дүниесін көптім, ашуланып тұрды. Ағай, Алламын қазір, ұталам дейді. Жоқ. Неге олай ұстадыңыз? Оның методикасы бар, сондай методика бар, оны 24 сағат жетпейді екенбіз әңгімелесек. Бұны кітап жазу керек те, ондай ұсталды. Сонан кейін солай істеп отырдық, сондай нәрсе істеп отырдық. Өзінің уақыты келеді, сол кезде аттың басын жібересің. Сол кезде сондай өзінің уақыты келді, солай етіп отырдым, ешқандай постоянно ылғи ұтылып отырды. Ағай, алам ғой, жоқ, біліп отырмын. Нобақыт қайтадан қазір күшейіп кетеді. Егер ол нобақыт бір бал түнекіда болсын, жаста болсын бір бал десең, нобақыт одан сайын күшейіп кетеді. Одан сайын күшейеді. Енді нобақытқа мен енді жаулықпен емес, бұл жерде менің тренерліктік жаттықтырушы білімім ғой, әдісім, білімім, методикам. Бұл жерде ешқандай жаулығым жоқ, өшім жоқ, не емес, нобақыт болмай қалсын деген жоқпын. Бірақ бұл жерде осы екі бала нобақтың да мықты болғанына өте керемет ықпалдарын тигізді. Ізін басып тұрды ғой. Ықпалдарын тигізді, көмектер берілді, нобақыт өзінің жететініне жетті, үлкен дәрежесіне жетті. Бұл балалар нобақтың артынан еріп отырды, жүріп отырды. Сонан кейін өзінің уақыты келді, 2010-да ғой деймін, 2010-да ма, қателеспесем, 2011-де ма. Чемпионат Қазақстанда. Мене дедім, енді уақыты келді, ал енді дедім Алматы. Ал енді күрес дедім. Енді күрес дедім. Нобақыт тұтты, сонан кейін нобақпен де көп сөйлестім. Уже Олимпиада келе жатыр, Олимпиадаға баратын уақыты келді. Нобақпен сөйлестім, сонан кейін нобақтың ақылдығы. Аға деді, сборда болатын, сборда болғанбыз, сборда. Аға, жақсы сізге сәттілік тілеймін, Алматыға чемпиондық тілеймін. Деді, киімін жинап алды да кетіп қалды. Қандай мәрттік, Мәрттік қой, тек оны екінің бірі істей алмайды. Екінің бірі жігіт қазымда құрама командада жүрген, Қазақстанда жүрген балалардың. Не бір тренер жасай алмайды ондай нәрсені. Не бір спортсмен жасай алмайды. Өйткені жан дүниесі өте кең, үлкен. Парасат дейді ғой мынандай. Парасат биігінде тұрған. Биігінде тұрған азаматтар ғой. Сондықтан олар осындай дәрежеге жетіп, Олимпиада призері болып, әлем призері болып, сондай үлкен дәрежеге жеткен азаматтар бүгінгі күнде мысалы әкім болып отыр, управление басқарды, қандай қызметтерді басқарып отыр. Бұндай жан дүниелері кең жіктер, сондай бола алады. Сондай қадамға бара алады. Бара алады, иә. Егер бұл шыдаланып қызғанса, нобақтында баратын жағдайы бар еді, сол Лондонға бара алатын еді. Ол нобақтың айтқан сөз, бұл свежий, жаңадан былтыр 2011-дің әлем чемпионаты финалисті ғой, өте жақсы көрісті. Мен сізге келеге жасамаймын деді. Жасамаймын, мен онда киімімді алып, осымен спортты қойдым да, киімдерін жинатты. Комнатама келді, бөлмеме келді, аға міне киімдерім, кетіп барамын деді. Сізге сәттілік тілеймін деді, сөйтіп кетіп қалды. Қандай керемет сәт, түсінікті. Жақсы, Алматтың өзі айтады, 5 әлем чемпионатының медалін, Олимпиада медалін алмастырасың ба десе, мен алмастырмайды дедім, өйткені оның әрқайсысы маған маңдай термен келді дейді. Қанымен, термен, сүйегін, мынандай айттым, үлкен бас бармақтай, мынандай бас бармақтай сүйегін, жағын сүйегін алып тастады. Сол спортқа берді дейді. Берді. Қайтып ол алмастырады. Алмастырады, өзің өш. Мен де алмастырмаймын. Ол тарих, бұл бітті, 5 рет жету деген бұл тарих, тұңғыш. Бұған 5 рет шығып әлем чемпионатында осындай жүлдегер болу деген екінің бірінде келген жоқ.
100 ғасырдың ішінде ондай болған жоқ әлі. 100 ғасыр ғой, бір ғасыр ғой, енді 100 жылдың ішінде ондай жоқ. Қазақстан командасында. Қазақстан командасында. Дегенмен бапкер ретіңізде ішіңізде әттеген ай бар ма осы Олимпиада медалін бермай кеткен не Алматқа? Әттеген айым бар мен. Әттеген айым бар мен. Вот именно Алматқа әттеген айым бар. Қалай ол? Бәрі де болады, бұл неге болмады деген. Бұндай. Содан кейін келесінде бейтіп ойланасың. Енді өзіңнен де қате іздейсің, анадан да қате іздейсің, ан жақтан, мұн жақтан, барлық жақтан қате іздейсің. Дегенмен де тағдыр Аллахтың, Құдайдың маңдайға жазған тағдыр дейді. Сонымен келіп тоқтайсың, бітті. Басқа амал жоқ. Басқа шешім көріп тұрған жоқпын. Солай жазылған дейсіз. Жазылған деп. Одан кейін ағай тағы да іздейсің, мысалы өзімнен көрем, менің келсем ба, менің кінәм ба дейсің. Содан кейін мен өз тағдырынан іздейсің, Енді қазір менің тағдырыма мені қанша нетіп қойса, айтады ғой, тағыңа таласқанмен бағыңа таласа алмайды дейді. Менің тағдырыма салсам, бағымда менікі де күміс жүлдеге болу Олимпиададан бар екен. Басқа оқушымен бәрі беріп тұр. Дегенмен соның бәрін бет көп ойланасың ғой, жатасың, ойланасың, тұрасың, жүресің, неге бұлай деген іздейсің, не іздейсің, шешімін іздейсің, бұл қалай дейсің, анадан көресің, мынадан көресің, жаңа кедергі жасайды деп тағы көресің, бұның бәрі көресің, біз пенде болғаннан кейін ойлайсың, неше ойланасың, дегенмен де тағдыр деген нәрсе бар. Содан кейін қуанасың, сонда кедергі жасағандағы рахмет. Олай болмаса мен қамшыланбайтын едім, олай болса мен ойлау қабілетім тоқтап қалатын еді, жұмыс істеу қабілетім тоқтап қалатын еді деген сияқты. Құдайдың жасап отырған маған сондайларды беріп, мен одан сайын күшейтіп отырғаны деп қабылдадыңыз. Қабылдаймын. Жалпы осы жаңа сізді міне қаншама Олимпиада жүлдегері Демеу Жадыраевты, қанша әлем чемпионатының жүлдегері Алмат Кебісбаев бар, қаншама Азия чемпиондарын тәрбиелеген адам ретінде мысалға сізді осындай нәтижеге өсіп отқан маманды ұлттық құрамаға жолатпайтыны кішкене күдік тудырады да. Енді осы Демеудің Олимпиададағы күмісінен кейін, қаншама Бейжің Олимпиадасынан кейін нағыз қазақ балуаны алып келіп тұр. Енді Гаджиевтердің легионерлер ғой, Лондонда алған. 16 жыл сірә болған жоқ, Токиода сірә болған жоқ. Енді осыншама кедергілерге ұшырасаңыздар да неге әлі күнге дейін сізді ұлттық құрамаға жақындатпайды? Сіз мына киноны көрдіңіз ба? Легенда 17 деген. Иә, естідім. Здесь ресейлік кино. Хоккейші Тарасов деген атақты сондай бапкер болған Совет өкіметі кезінде. Татьяна Тарасованың әкесі. Сол кісінің әкесі, сол кісінің тағы да бір көп шығыңыз. Менің қылықтарым бәрі туа сол кісінің қылықтары. Яғни сіз шеңберге сыймайтын адамсыз. Шеңберге сыймаймын. Ол кісі де бұнандай жағдайда ЦСКА мен Динамо ойнап жатады, Спартак ойнап жатады. Сол кезде Брежнев отады, төрешілердің бәрі Брежнев келіп отыр, Брежнев осылай нетеді деп, сөйтеді деп. Команданы шығарып алып кетеді. Сонда командасын ойнамайсың да шығарып алып кетеді. Сондай мінезді адамда ол кісі білді, бұның тұқымымен қотып жіберетін, ұрпағымен қотып жіберетін, жер айдап жіберіп, сөйтіп жіберетінді білді. Сөйте тұра, ол сондай шешім қалды, сонда оның бойына біткен мінез ғой, сонда Құдайдан берілген мінез тағдыр солай болыпты. Менікі деп сондай ұқсайды. Мен де білем, ұрпағыммен қотып жүру мүмкін, бұлай да болуы мүмкін. Өкімет басында жұмыс істеп отырған адамдар, мен олар түсінбеймін, мен өзім жұмысымды білем, болды, олар мені түсінбейді. Түсінсе, маңдайым жақап шыға береді, жұлдыздарым жана береді. Түсінбесем де осымен қаншаға дейін барам, соншаға дейін барам. Жалпы сізді өте қатал бапкер дейді. Сіз жаттықтыру тәсіліңізді шәкірттеріңізден естігем. Боранбек ағайдың жаттығуы ешкімге ұқсамайды, өте қатал ұстайды деп. Және сізден кеткен шәкірттер кем дегенде Азия чемпионы болып кетеді екен. Қанша Азия чемпион тәрбиеледі? Ой, мен білмеймін. Санынан жаңылып қалдым. Өйткені Азияның жаңа молодежкасы бар, жастар құрамасы бар, 23-тері бар, жаңағы ЗОСы деп айтып, бәрінен бар, барлық неден. Есебі жоқ. Енді менде бүгінгі күнде 7 рет
жаттықтырушы ретінде мен оқушылармен 3 оқушымен 7 рет әлем чемпионатында жүлдеге болыппын. Бірақ ұта алмадым, алтын болмай тұр. 7 рет деген енді бұл деген, былай ойлап қарасақ, бір тренердің басына деген бұл деген бақ қой енді бөледі. Вот. Олимпиаданың күміс жүлдегері бар міне. Вот. Ал Азиядан енді баршылық. Құрлықтық додадан өте көп алдық Иә, дейсіз көп ғой. алды. Жалпы осы Оны өзіңіз санамаппын енді. Абылай енді жеке оқушыларымнан 14 па, 2 Қазақстанға еңбек сіңген спортсмендер, 12-сі, 14 ма? Халықаралық дәрежедегі спорт шеберлері. халықаралық дәрежедегі спорт шебері. Түсінікті. Енді мынадай сұрақ қойғым келіп тұр. Сіз осы бапкер ретінде сіздің қарамаңызда болған, сіз ерекше үміт күткен, бірақ бір жолы болмай, бір өзінің деңгейін көрсете алмаған балуан деп кімді айтасыз өзіңіз шәкірттеріңіздің арасынан? Мынандай сөзге мен көп мән беремін де, Алла бала берші дейді. Бала берсең оған сана берші дейді. Сонда мен оқушылардың бәріне сана іздеймін, санасы бар. Содан кейін жақсы оқыған оқушылар деген аламын. Мектепте жақсы оқыған бала деген аламын. Санасы бар баларды аламын. Бір-екі мектептен аша оқыған бала болды. Бірақ сол өздерінің ойында ол мастер спортқа жетті де, содан ағай қойды екен. Оған көзім жетті. Бұның бәрі менікі өмірдегі практикалық ізденіс, практикалық не, мен енді қорытынды жасағаным, кім сабақты жақсы оқыды, солар үлкен дәрежеге жетеді екен. Мектептегі орта білімнің өзі? Иә. Мектепте кім сабақты 4 пен 5-ке оқыды, сол баладан жақсы нәтиже. сол баладан шығады екен. 3-4 араласқан ол мастер спортқа дейін барады, бұл көп болса халықаралық дәрежеге дейін жетеді екен. Атак әлем чемпионатында жүлдегер болу, чемпион болу деген ол өте бөлек рейтинг екен да. Дәреже, деңгей. Бұл уже дәреже екен. Бұл уже атақ дәреже екен да. Ал енді жаңағындай мастер спорта болу, или там мастер спорта международного класса дейді, жаңағы халықаралық дәрежедегі спорт шебері дейді. Олар жаңағыдай сатыда екен. Осы міне олимпиаданың жүлдесін алып жатырмыз, араға қанша уақыт салып, легионерсіз өзімізде туып өскен қазақ баласы алды. Одан бөлек Алматыда қанша жетістіктер жеткізіп жатсыз, қаншама жаңа Азия чемпионын тәрбиелеп жатсыз. Осыны сіз осыны өзіңіздің жеке жаттығу жүйесімен жеңдім деп ойлайсыз ғой, иә? Әлбетте. Әлбетте өзімнің методикам бар, өзімнің нелерім бар, өзімнің түсінігім бар, өзімнің ойымда бар. Сол болмаса, олай жетпейді. Одан кейін өзім көзім жетті, мен бәленбай жыл болды ғой, уже істеп жатқаныма. Содан кейін жаңа өзім методикам, өзім тренировкам, жаттықтыруым, нагрузкам, бәрі есеппен ғой, есептеп істейді. Сондықтан балалардың бүгінгі күнде міне іс жүзінде Алматы 36 жасқа дейін көріп жатыр. 36 жасқа дейін, иә. Енді ешқандай жаңағы жарысында, содан кейін кішкене мика там болмағанымен, жанға бататындай қазір сондай бір қатты бір травмасы жоқ, несі жоқ, денсаулығы бәрі жақсы. 36 жасында ма ол Спартакиаданы Қазақстан ұтты? Содан кейін өзіңіз ойлаңыз енді, одан кейін бұл деген не? Жанға бататындай өмірде бұның несіне қауіп тиетіндей жарақаты жоқ. Сондықтан ол сондай жасқа дейін келді. Яғни менің методикам, тренировкам, нагрузкам қанша маған айтады, көбісі сен ауыр дейді, ауыр болса да олар стабильность бар ғой. Тұрақтылық бар. 36 жасқа дейін көріп жатыр. Тұрақтылық бар. Демеуде 35. Енді демеуде міне 34-тен 35-ке кетті міне. 35 келесі жылы 35 болады. Ода да сондай бір керемет өміріне қауіп тиетін, қатайған жасында, үлкен жасында келетін. Одан кейін бол қонағаты болды. Оның да мысалы 12 килограмм, 15 килограмм болды. Оның да асқазанына, жүрегіне, почкасына, печеніне деген нәрсесіне ешқандай сүйектеріне ешқандай зиян келген жоқ. Яғни денсаулыққа зиян тигізбейтін. Дархан Баяхмет дейді. Дархан Баяхметтің оның да бір несі жоқ. Бәрінің денсаулықтары жақсы, бәрінің несі. Ешқайсысы, мысалы мен спорттан осындай травма алдым, осындай жарақат алдым, осыдан мен өмірім қиналып жүрмін деген қазір ешқайсысы айта алмайды. Ешқайсысы айта алмайды. Да, айтады көбісі, ағайдың нагрузка ауыр дейді, егер ол нагрузканың бәрін өзінің есебімен жүрмесе, ол, конечно, ауыр болады. Шашылық жинақы болмаса, нагрузканың бәрі жинақы менікі, жинақы болғаннан кейін сондай болады. Егер ол шашылып жатқан болса, онда
үлкен ауыр жарақаттар алады. Қаншама спортшыларды білем, өмірде спортта да жетістікке жетпей, өмірде де осы денсаулықтарына зақым келген біраз спортшыны білем. Сондықтан бұл тұрғыда жүйеңіз сіздің жақсы жұмыс істеп. Менікі жақсы жұмыс істепті ол жағынан. Менікі енді жүйем бұны Совет өкіметі кезінде алғанымыз ғой, өзіміздің көріскеніміз мықты бапкерлерден тәлім-тәрбие алдық. Сондықтан солардан қалғандағы забытый дейді ғой. Ешқандай ноу-хау жоқ бұл жерде. Өзім ойлап шығарған ештеңе жоқ. Тек ұмытылған нәрсені осы қайта жаңғыртып жатырмыз осы. Сізбен сөйлескен кезде, ағай, Жақсылық атамыз туралы сұрамау мүмкін емес. Кеше Париж Олимпиадасында демеу финалға шыққанда ойладым, осы марқұм Жақсылық ата көрмей кеткен алтын енді келетін шығар деп. Ол кісі қатты күтіп кетіп еді ғой өзі. Соны сіздің де осы бір Жақсылық аға туралы айтқаныңыз есімде. Қатты қиналып жүрген кезде алып шығатын деп. Енді елімізде грек-рим күресінің нағыз аңыз батыр кісі осы Үшкемпіров саналады ғой. Жақсылық аға туралы қандай естелік қалды? Ол кісі туралы естелік көп қой. Бала күнімізден естелігіміз бар, бала күніміз, жас кезімізден естелігіміз бар. Сіз депрессиядан алып шықты деп айттыңыз. Сол сәтте келесіз бе? Ол кезде де мынандай болды. Мынау 2008 жылы Пекин Олимпиадасынан кейін Дархан ұтып тұрған Олимпиадасы ғой. Енді жарайды, алтынды бермеген күннің өзінде де қоланы алып тұрған бала. И сол кезде мен кішкене қатты депрессияға кетіп қалдым. Үйден шықпай қалдым. Жатып алдым. Соны Жақсылық аға естиді, бір айдай жатып қалдым ба, бір айдан астам жатып қалам. Соны Жақсылық аға келеді, баласы несі айтады осылай, жүріп кеттік, тауға кеттік. Содан кейін мен иә деп отым. Ертеңде кездесуіміз керек болатын, сағат 9-да, таңғы сағат 8-де ма, сонда кездесуіміз керек болатын. Мен бармай жатым, ол кісі білді, мен келмейтінді. Мен дато қатты депрессияға түсіп кеткенімді білді де, ол кісіні мені де жақсы біліп тұр екен, бала күнімізден біледі мені. Өзінің көмекшісін несін жіберіп, жаңа шопырын жіберіп, үйге келіп, мені келіп алып кетеді. Соны тауға келдім тауда. Сол кісінің малға бардық, малына бардық. Шаруашылығы, крестьянский тауда, жайлауда, бүйтіп отырмыз, қараш дейді, өмірді қараш дейді. Не дейді? Сол бір олимпиадаға бір неге сен сонша депрессияға түсіп, мынау не түрі сенің деп. Сол жерден қойын сойып, батасын беріп, сен шығарасың олимпиада чемпионын, мен саған сенемін деп. Бір қойын сойып, сол жерден қуырдақ піскенше мен жаттым. Соны тұрдық, қуырдақ, ет жедік, қайтадан жатып, қайта ұйықтап кеттім. Ертеңінде бірақ тұрған бұл. Сонда күндіз жатам, түн ұйықтаймын, ертеңінде таңертең бірақ тұрған бұл. Сонда ол кісі қайта кетпей, сол жерде мені күтіп отырған, ұйықтағасын деп. Қалай сол ұйықтадым, тауда солай болдым, сразу депрессиям бәрі кетті, нем кетті, қайтадан құлшыныс пайда болды. Құлшыныс пайда болды, қайтадан жұмысқа кіріп кеттім, содан бері. Сол екпінмен келе жатым, депрессия анау деген жоғалмайтын болды ма? Ұқпайтын болдым, берілмейтін болдым. Қанша жаңағы несін, нете берсін енді, нетеді ғой, жаңағыдай дисквалификация жасайды, жаңағы олимпиадаға апармай қояды дейді, мейірға апармай қояды, ана жақындатпай қояды сборға десе де енді. Значит, мен өзім жаман адам болып тұрмын ғой, сонда маған уже нетпейді, әсер етпейді, депрессияға түспеймін да. Оны да өтіп кеттім. Енді өзім жаман адам болғаннан кейін. Олай айтпаңызшы ағай. Содан кейін, наверное, нетпейді, жолатпайды мен. Жаман адам емес, сондай өзінде пікірі бар, принципшіл адамдар көп ешкімге ұнай бермейді, мүмкін содан шығар. Мен де солай, біреулер айтады. Солай шығар деймін, мен бір жағынан өзім айтып сөйтіп нетемін, өзім жаман адам ғой, значит, мен сөйлеп тастаймын, айтып тастаймын, үндемей қалмаймын. Іштегін сақтамайсыз. Сақтамаймын, содан кейін депрессия деген түспеймін, содан кейін. Соны айтып тастаймын, бұл депрессияға түспеймін, жүре беремін. Содан кейін ол кімге жағады, соны жақтырмайды, соны нетеді. Осы енді Париж Олимпиадасынан кейін де бір федерациядан, бас бапкерлерден бір құттықтау алған шығарсыз? Жоқ, алған жоқ. Ешкім? Құттықтау ондай, білмеймін. Басшылықтан, мысалы, Мельниченко ештеңе демеді ма сізге? Жоқ, құттықтау, поздравляю, Мельниченко поздравляю деп құттықтап екеуі, конечно, екеуміз бір-бірімізді құшақтап
құттықтадық. Бәсе, ойлап қалдым ғой. Екеуміз құттықтадық. Иә. Содан кейін неден елбасы марапаттаған кезде кім Дәулет Болатұлынан не жіберді? SMS құтты болсын деп. Жаңағы фотомды нені жіберіпті. Жаңағы приказ шыққанын соны жіберіп, маған телефоныма не жіберіпті. Жаңағы құтты болсын деп. WhatsApp-тан? WhatsApp-тан иә, сондай қабылдадым. Қуанып қалдым. Ой, рахмет ағасы деп. Оған жауап бердім. Енді осылай енді басқа не істеймін ол әкімнің. Түсінікті. Ағайын, сіз осылай, мен өзім әйел адам болған соң, спорттағы адамдардың отбасы туралы жақсы білем. Олардың отбасы спортта бапкер ретінде болсын, спортшы ретінде болсын жетістікке жету үшін оның артындағы жаңа қорғаны, артындағы отбасын ұстап тұратын адамның мықты болу керектігін білем да. Сіздің осылай алаңсыз, еркін чемпиондары тәрбиелеп жүргеніңізге бірден бір себепкер сіздің жарыңыз шығар. Көмекшіңіз. Сол кісі туралы айтыңызшы. Біз әдетте спортшы жеңімпаз болса, бәрі осы ой деп спортшыға келеді. Бала-шағам анасы Мұхтархан қызы Ләззат. Екеуміз бір ауылдамыз. Мұхтархан қызы Ләззат, иә? Мұхтархан қызы Ләззат. Екеуміз бір ауылдамыз. Бір ауылдамыз. Өте парасатты. Енді сөзбен қалай жеткіземін мен ол кісіні, қалай жеткізе алмаймын да. Просто іш жан дүнием сайратты да ол кісіге деген разылығым, ол кісіге деген нем. Енді қанша бала-шағам бәрін асырап, бәріне қарап отыр. Біздер енді көбінесе сборда жүреміз, жарыста жүреміз, көп болмаймыз. Анда-санда бір келеміз үйге, анда-санда бір келеміз дегенмен де соның бәріне чыдап, соның бәріне көніп, менің шашпауымды көтеріп отырған, жоқтығымды көрсетпей отырған бала-шағам анасы Мұхтархан қызы Ләззатқа Аллах разы болсын, ол кісіге Алла тілеуін берсін. Өмір мәнді сәнді бақытты болсын. Неше балаларыңыз бар? Айтайын ба? Айтсаңызшы. Герой атеспін мен, айтпай қойын, герой атеспін. Жақсы, осыдан түсініп тұрмын. Көп балалы әкесіз. Мат героині деген болады ғой. Көп балалы сол сияқты герой атеспін. Балаларыңыз қатты қуанып отқан шығар кеше? Қуанады, әрқайсының өз саласы бар, өз несі бар. Біреу оқуда, біреу спортта, біреу тағы бірдемеде деген сияқты. Біреу бизнеста, біреу мұғалім деген сияқты. Сондай жейде. Оларда реніш жоқ па сізге, мысалға, әке ретінде бала кезімізде қасымызда көп болмадыңыз, қазір осындай көп айтылады ғой? Ондай көп бізде реніште енді олардың іштерінде жатқан шығар, бірақ дегенмен де мен бұлай ондайларын байқатпайды, көрсетпейді. Но дегенмен де біз жаңағы бала-шағам анасы Ләззат екеуміздің арамыздағы әңгімеміз уже дату сондай автоматически үйреніп кеткенбіз. Ол мен одан сұраймын, мысалы звондаған кезде. Әйеліңізден? Әйелінен. Балаларың қалай деп. Балаларың деп айтамын да, мен екеуміз сияқты. Балаларың саған қалай, аман есен ба, жақсы ма, анау алып қалды, мынау сөйтіп қалды, бүйтіп қалды десе, анаған не берді, мына болды, мына болды, мына қадір сөйттің ба деген сияқтылшы. Ана баласын айтады, мына баласын айтады, балаларын айтады. Содан кейін ол менен сұрайды, сен балаларың қалай деп. Спортшыларды. Спортшыларын қалай жұмыс істеп жатыр, жақсы жұмыс істеп жатыр, жүкең толып жатқан жоқ па, жүкең сөйтіп жатқан жоқ па дейді. Тыңды алып жатыр ма, балаң ауырып қалған жоқ па, балаң сөйтіп қалған жоқ па деп. Ол менен балаң деп, менің оқушыларым балаң деп айтады. Балаларым ауырып қалса, грипповать етіп қалуы мүмкін, тағы бірдемесі болып қалуы мүмкін. Түрлі нелер көп қой енді, бүйтіп айта берсем причиналар көп. Қалай осы сол сияқты семьяда болып жатқан оқиғалардың бәрі біздің де спортта, мына өзіміздің жанымыздағы оқушыларымыздың ішінде ол нәрседе болып жатады да, көптеген нәрсе. То сабағы, то тағы бірдемесі. Спорттағы балалар сіздің туған балаңыздай болып кеткен ғой. Енді соның балам дейді, соны айтады, әйелінің жаңағы бала-шағам анасы айтады. Оның өзінің балаларын ренжімей ме? Жоқ, енді олар ондай ештеңе өтіп жатқан жоқ, енді білдіріп, көрсетіп, ондай байқамаймын да, ондайларын байқамаймын, ондай айтпайды да. Қақылдап күліп қоямыз, сондай осындай сөз тема болып қалса, бүйтіп қақылдап күліп қоямыз да, деп дастархан үстінде болды, содан кейін бітті. Так асыба былай. Сондықтан оның семьясында бала-шағасында болып жатқан, басқа семьяларда болып жатқан, мысалы, әр семьяда болып жатқан оқиға, әркім өзінің балаларымен алысады ғой, өз балаларымен алысады, түрлі немен, жұмыстармен, проблемалармен. Бізде сол өзіміздің оқушыларымызбен, бізде де сол проблема, сол не? Біреу алып қалады, біреу тағы алып қалады, біреу тағы бірдеме өніп қалады деген сияқты, тағы бірдеме өніп қалады, біреу сабағы бар деген сияқты, біреу үйсін тапсыра алмай қалды деген сияқты. Содан экзамен бар деген сияқты, анасы соны бола береді, соны тәрбиелеп сол жүреміз сол. Бапкер ол тек қана кілемде ғана емес, өмірде де. Өмірде де сол, иә.
Енді мындай сұрақ болып тұр. Мысалға, спортшылар жетістікке жету үшін өздерінің жастығын құрбан етеді. Мысалға, қатарластар сияқты қыдырып жүре алмайды, немесе бір универді бастан аяқ бітіріп шыға алмайды, әйтеуір спортқа үлкен жарқы. Сіз де сол секілді, осы спортшыларға бапкер болу арқылы сіз де мысалы өзіңіздің отбасыңызбен көп болмайсыз. Сіз де бір белгілі бір құрбандыққа барып отырсыз ғой, енді былай қарасаңыз. Бала шағаңыздың қасында көп болмайсыз, иә? Мысалға, мүмкін оларды бір кейбір қызықты сәттерін көре алмай қалған шығарсыз, или оларға бір керек кезде қасында болмаған шығарсыз. Сондай бір естелік есіңізде қалған бар ма балаларыңыз? Жоқ, ондай көп қой, ондай нәрселер көп бола береді, қайсы бір. Біреуін ең болмаса біздің оқырмандарға, көрермендерге айтып берсеңіз. Білмеймін енді ондай. Өкінбейсіз ғой, бірақ осы олай уақыт өткенде. Уақыт өтіп жатқанда өкініш жоқ, ешқандай өкініш жоқ. Бұл менің қызметім. Менің санамда мынандай болған, мынандай нәрсе бар. Өкімет маған не береді деп емес, мен өкіметке не беремін. Мен миыма құйып алған бітті чемпион деген дайындау керек. Әлем чемпионы, олимпиада чемпионы. Болды. Миыма құйып тастағам, бала шағам анасын миына құйып тастағам. Менің ісім осы, менің жұмысым осы. Ол осыған дұрыс қарайды. Осы нәрсемен қарайды. Осымен кетіп бара жатырмын. Өкімет маған зарплатын төлейді, несін төлейді. Содан кейін өкіметтен кішігірім премиялар алып жатамыз. Жылдық соңында декабрьде сондай да кездерде жеткен жетістігіне. Кішігірім халықтан сыйлық алып жатамыз, халықтың батасын алып жатамыз. Сондықтан үйімде де бәрі сол жақсы еді. Ешқандай не жоқ. Жұмыс болды, жұмыс миымызға құйып алғанбыз. Менің ойым қазір мен бір заводта жұмыс істемеймін, неде жұмыс істемеймін, инженер емеспін, бір тағы не емеспін. Өнер тапқыш емеспін. Сондықтан менікі қолымнан келетін маған тағдырыма жазған екен Құдай. Күрестен осылай бапкер болу. Менің қазір мақсатым чемпион дайындап, өмірден өкінбей кету керек болды. 98 жылдан бері, бізде әлем чемпионы жоқ екен грек-рим күресінен. Мен еркін күрестен 2 чемпионы шықты, олимпиадалық салмақ болмаса да шықты. Енді біздің грек-рим күресінен аз қалды ма енді? Оны енді Құдай біледі енді. Жұмыс жасау керек, істеу керек. Ниетке байланысты ғой, мен өзім оқушыларыма былай деп айтамын да, ниет деген нәрсе бар да бұл. Адамның ниетіне бар. Бұны орысша айтқан былай тәрбие дейді ма, тәрбие дейді, деп айтам ба, дисциплина дейді. Тәртіп бақа, тәртіп. Тәртіпті өте дисциплина жақсы болса, тәртіптің өте жақсы болса, ең бірінші мен требовать ететінім жаңағындай каждый оқушыларымнан, әр оқушыларымнан мен бұны қатты жететін, өте қаттым. Бұл жағынан осы жерден, наверное, қатыгез деп айтады, или там қатты тренер деп айтады, может, осы жерден. Ең мен әрқайсынан талап ететінім осы не? Дисциплина. Одан кейін екіншісі бар. Самодисциплина деген. Өз-өзіңді түзету деген. Егер өз-өзін түзете алмаған бала болса, жаңағыда мен скакалкамен де соғып жүруім мүмкін. Өз қадасын өзі түзете алмаса, ол чемпион бола алмайды. Сол жерде кішкене қатыгез жасап жүруім мүмкін. Жаңағыда қатыгез емес, енді осып, нұқып, қатты сөйлеп, или жаңағы тіпті оңай бар жаса, скакалкамен тартып жүру деген сияқты сондайлар бар менде ондай. Бұған ренжіп қалмай ма спортшылар? Оны істемеу үшін ол өзін түзетсін. Ондайға жеткізбеу үшін ол өзін түзетсін. Одан кейінгі үшіншісі бар, сила, воля деген бар. Ол да бір өзін жеңуге ұқсайды ғой. Сила, воля, ол төзімдік, шыдамдылық деген нәрсе. Бұл осы қасиеттерді бойларына сіңдірмесе, ол баладан үлкен дәрежеге жету мүмкін емес. Осы үшеуін, сен осы үшеуін білімін, осы үшеуіне өте керемет жақсы жұмыс істесең, менің оқушыларымда соны айтам, мінез деген нәрсе қалыптасады. Егер мінезіңді сол кезде ең соңында ойнайтын сенің мінезің. Алып шығатын сенің мінезің. Бұны орысша айтқанда характер деп айтамыз. Біз енді жеңіл ауызға үйреніп кеткен, содан кейін характер дей береміз де. Содан кейін бүйтіп айтады, балалар ұтылып жатса, мінез жоқ дейді. Балалар ұтылып қалып жатса, характер жоқ бұда дейді. Көзі өшіп қалған дейді. От жоқ көзі дейді. Осының бәрін ең бірінші басталатын жаңа ниет. Ниеттендің ба спортқа келуге?
бұл Осыған дайын болу. осы нәрселерді өте керемет жұмыс десең, жас бапкерлерге айтатын сол. Ең бірінші ауыл дисциплина деген ол. Бұның білімі өте шегі жоқ та. Оны іздесең, ол білімді іздесең, дисциплина деген білімді іздесең, оның шегі жоқ та, ол көп арасында кете береді. Ал мен спортта қайдан бастаймын? Спортта ең бірінші тұру, төсегін жинау, дәретіңді алу, содан кейін кетеді. Ол кәдімгі өмірде қажетті нәрселер ғой? Қажетті нәрсе. Ең бірінші бастайсың осыдан, содан кейін жаңағы дневник деймін. Күнделік. Күнделікте. Осыған мен қатты мән беремін. Жаңа айттыңыз ғой, 3 қасиет деп ше? 4 болады, соның 4-ші характер ойнайды. Ол өзі мінезді сіз қоймайсыз оған уже. Ол мінез өзі мына осы үшеуін мықты ұстасаң, ол мінез өзі шығады. Осы қасиеттің барлығы түгелдей қай шәкіртіңізде болды? Бұның бәрін мен ойлағандай әлі біреуін тапқан жоқпын. Кішкене жақындағандары болды. Жақындағандар енді Алмат болды, Дархан болды, енді олар жетті. Өзінің Аполлоны елен Алматыда да мысалы пөзе болды, мысалы Демеу міне күміс жүлдеге болды. Бірақ мен ойлағандай 100%-ге әлі шәкірттерім жоқ. Жете қойған жоқ, ондай. Жеткен жоқ. Мен ойлағандай жеткен жоқ. Осылардың бәріне мен үйреттім, тербайт етіп келе жатырмын. Өздерін жеткен дәрежелеріне дейін жетті, бірақ мен ойлағандай 100% усовершенствователь деген әлі. Ондайға бір жете алмай жатырмын. Аға, енді бұйырса келесі олимпиадада сондай шәкіртіңіз шықсын? Келесі олимпиадада менде бармын деді. Ербол Камалиев деген бар, Олжас Сұлтан деген бар. 23 жылы әлем чемпионатында 3-ші болды. Ербол міне биыл Азия чемпионы болды. Қазір үлкендердің арасында чемпион Қазақстанда болды. Өзі Қазақстанда бәрі айтып жақсы келе жатыр, қазір жақсы балалар бар. 2028, 2032, 2036-ға дейін шығады деп ойлайсыз? Иә, шығады балалар. Рахмет ағай, уақытыңыз бөліп келгеніңізге. Чемпиондар тәрбиелей беріңіз, ауырмаңыз, бар болыңыз. Сіздің жетістіктеріңізге, жеңістеріңізге куә болып жүре берейік. Рахмет. Сіздерге де сәттілік тілеймін. Журналистика мемлекетімізде бейбітшілік заман болсын. Бейбітшілік заман болса, ең рахаты сол. Қалғаны өкіметке, өкімет бізге не береді емес, біз өкіметке не береміз деп қызмет жасайық. Әрқайсымыз өз саламызда өзіміз мықты маман болсақ, алынбайтын қамал жоқ дейсіз. Қамал жоқ, иә. Рахмет сізге. Рахмет ағай. Рахмет.